Саламатсыздар ма менің оқырмандарым? Бүгінгі видеом бүйректе тас жиналмауы үшін не істеу керек? Ал келесі видеом өт жолын қалай тазартуға болады? Бүйректегі тас бүйректе тұрып қалған қатты химиялық қалдық. Негізінде бүйректе тас тұру қалыпты жағдай. Көбінесе ұсақ, кішкене тас болады. Әрі дәретпен бірге оңай шығып кетеді. Бірақ бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, немесе ағзаның қалыпты жұмысы бұзылса, бұл тас іріленіп кетеді. Кейбірі тіпті бұршақтың дәніндей болып кетуі мүмкін. Ауру осы жерде басталады. Бүйректе тұрып қалған тас үлкейе келе дәрет шығу жолын бітей бастайды. Оған дейін сіз бүйректе тас барын өзіңіз де білмейсіз. Бүйрекке барып тас болып тұрып қалатын ол кәдімгі минералдар. Соның ішінде кальций. Көбінесе кальций оксалатынан жиналады. Бүйректе қай минерал жиналып қалғанын тексерген дәрігер айтады. Әрі соған орай ем тағайындайды. Сонымен бүйректе тас тұрып қалмас үшін не істеу керек? Бірінші, суды жеткілікті деңгейде ішу. Кейде көп уақыт су ішпей жүреміз, шөлдейміз. Сол кезде бүйректе тас пайда болуы мүмкін. Сондықтан дәретті сұйылту үшін әрі бүйрекке жинала бастаған тұздарды шайып кетіру үшін суды жеткілікті деңгейде ішу керек. Күніне жоқ дегенде 10 стақан су ішкен дұрыс. Бірақ минералды су емес, кәдімгі фильтрден өткен ауыз суды ішу керек. Екінші, кальций құрамдас тағамдарды жеу. Жоғарыда айтқанымыздай, көбінесе бүйректе тас болып тұрып қалатын дәл осы кальций. Бірақ ағзаға кальций керек қой. Қалай оны ішпейміз дерсіз? Ол да бар. Ағзаға кальций өте қажет, бірақ оны бүтіндей ішуге болмайды. Мәселен, биологиялық белсенді қоспада кальций бүтіндей болады да, сүт, ірімшік, йогурт, апельсинде азықтың құрамдас бөлігі болып қалады. Сондықтан кальцийді жеке ішпей, азықпен құрамдас тағаммен бірге ішу керек. Оның үстіне ең қызығы кальций құрамдас тағам оксалаттың тұзды ішекте қорытылып кетуіне ықпал етеді де, ағзада оның азаюын қамтамасыз етеді. Ал жоғарыда айтқанымыздай, кальций мен оксалаттың қосындысынан тас көп пайда болады. Үшінші, оксалатты азайту. Оксалат кальциймен қосылып, бүйректе тас күйінде қатып қалады. Сондықтан бүйректе тас табылған жағдайда оксалат қосылған тағамдарды азайту керек. Бұған қызылша, шай мен кофе, жаңғақ пен шоколад, шпинат және манголд жатады. Төртінші, ас содасын аз жеу. Ас содасын, яғни натрийді қолдануды азайту қажет. Күніне 1500 мг жетеді. Натрий азайса, дәреттегі кальцийдің де құрамы азаяды. Бесінші, ақуыз. Қызыл етті азырақ жеуге тырысу керек. Медицинада етті екі түрге бөліп қарастырады. Бірі ақ ет, екіншісі қызыл ет. Ақ етке құстың және балықтың еті жатады, ал қызыл етке малдың еті жатады. Бүйректе тас табылса, малдың етін азырақ жеу керек. Оның орнына калий көп қызанақ пен бананды жеген жөн. Алтыншы, семіздіктен арылу. Семіздік бүйректе тас тұрып қалуға келеді. Сондықтан артық салмақ сақтамауға тырысыңыз. Сонымен бірге, ғалымдар бүйректе тас пайда болу мен оның белгілеріне қатысты түрлі болжамдар айтады. Бүйректе тас бар екенін қалай білуге болады? Бүйректе тас барын көп адам білмей жатады. Жалпы бүйректе тас бар екендігінің белгілері ондағы тастың көлемі мен орналасуына тікелей байланысты екен. Мысалы, физикалық күш жұмсау немесе көп жүрген уақытта белдің тұсында ауырсынулар болуы мүмкін. Тек бүйрек тұсы сұғып ауырған кезде ғана, немесе бүйректегі тас зәр шығарушы түтікке жылжыған сәтте ғана адамдар бүйректе тас бар екендігін біле бастайды. Ол кезде мынадай белгілер пайда болуы мүмкін. Бел тұсының іштің қатты түйіліп ауруы, қан аралас зәр шығару, кіші дәретке әдеттегіден аз бару, бірақ кіші дәретке үнемі барғысы келетін күйге түсу, дене температурасының көтерілуі, жүрек айну, құсу. Кейде тастың көлемі кішкентай болса, ол өздігінен зәр шығару арқылы сыртқа шығуы мүмкін. Мұндай сәтте адамның денсаулығы бірден жақсарады. Алайда мұндай жағдайлар өте сирек болады. Сол себепті бүйректе тас болған уақытта ол бүйректің зәр шығару жолдарын бітеп, түрлі асқынуларға әкеліп соқтырады. Бүйректегі тас несімен қауіпті болуы мүмкін. Бүйректе тас болудың ең басты белгісі әйелдерде цистит сияқты, ал ерлерде
простатит сияқты болуы мүмкін. Сондықтан бүйректе тас болса, бірден емханаға барып, дәрігерге көрінген жөн. Бүйректе тас не себепті пайда болады? Бүйректе тас пайда болудың себептері көп. Негізгілері ащы су, дұрыс тамақтанбау, зәр шығару жүйесінің туабітті ақаулары, генетикалық әдіспен берілу, зәр шығару жүйесінің бұзылуы, антибиотиктердің кей түрлерін, аспиринді көп мөлшерде ұзақ уақыт бойы ішу. Бүйректегі тас әдетте тұздың кей түрінің басым бөлігі жиналған сәтте бүйректе пайда болады. Мысалы, урат, оксалат, фосфат және тағы басқалары. Тұздың бұлай жиналуына кейбір себептер әсер етуі мүмкін. Мәселен, қан құрамы өзгерген сәтте ондағы кальций көлемі артады, ал ол сәйкесінше бүйректегі фосфат тастардың пайда болуына себеп болуы мүмкін. Сол себепті бүйрек ауырған кезде оның неден ауырғанын біліп, содан кейін ғана емдік шараларды қолға алған жөн. Бүйректегі тас және диета ұстау. Бүйректен тас табылған кезде диета ұстау маңызды. Себебі диагноз қойылғаннан кейін әркімнің денсаулық жағдайына байланысты дәрігер диета түрін жазып береді. Сондықтан диета ұстау арқылы бүйректе тас пайда болудың алдын алып қана қоймай, жалпы ағзаны пайдалы әрі дәруменге бай тағамдармен толықтыратын боламыз. Мысалы, оксалатты тастар бар болған жағдайда келесі тағамдармен қоректенуге кеңес беріледі. Майлы емес ет және балық етін жеу, көкөніс сорпасы мен рагу, қара нан, орам жапырақ түрлері, қияр және картоп, таза су мен жеміс шырыны. Сонымен қатар, құрамында зәр қышқылын өндіретін тұзы бар тағамдардан да бас тартуға тура келеді. Құрамында пируині бар барлық тағамдар, консервілер, ет тағамдары, шұжық өнімдері, тұздалған көкөністер, балық, шай мен кофе. Сүт өнімдері, қияр, сәбіз, асқабақ, саңырауқұлақтар мен жемістерді, түрлі дақылдар мен нан өнімдерін жеуге рұқсат етіледі. Тәулігіне жеткілікті деңгейде су ішу. Бүйрекке фосфатты тас жиналған кезде ұстайтын диетаның түрі. Ет және балық өнімдерін, сала және түрлі ботқаларды, қара сұлы мен сұлыдан басқасы жеуге рұқсат етіледі. Қышқыл тағамдар мен жеміс жидектер, сары май және бал жеуге рұқсат етіледі. Қой бүлдірген, мейіз, кондитерлік өнімдерді жеуді шектеген абзал. Ащы және қуырылған тағамдарды жеуге, маринадталған тағамдарды, ет сорпасын, фасоль, бауыр, құс еті, ірімшікті жеуге тыйым салынады. Су, компот және қышқыл жемістердің шырынын ішуге, квас және итмұрын тұнбасын ішуге кеңес беріледі. Мінекей, менің бүгінгі видеом бүйректе тас жиналмау үшін не істеу қажет. Бұл видеом сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, пікір жазып, және өздеріңіздің тәжірибелеріңізде қолданған әдістеріңіз болса, бөліп пікірлер бөліміне жазуды ұмытпаңыз.